أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат. Аллах тағала мешітке басып келген қатарынан сауаптан жазсын. Аллах тағала баршамызға пайда ілім берсін. Бүгін сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін фиқл акбар кітабын. Келесі сабақ. Вал иману хуал иқрар ва тасдиқ. Енді иман дегенімізде соны түсіндіреді бірінші. Иман дегеніміз ол хуал иқрар, тілмен айту. Ва тасдиқ, және соны жүрекпен растау сол нәрсені. Біз ең бірінші сабақта айтқанбыз, иман деген не дегенімізде бастап. Әмәнту биллах айтқанбыз, Аллаға иман келтіру, періштерге, кітаптарға деп сол бәрін. Солардың баршасын тілмен айту, иман келтірдім деп тілмен айту, және сол нәрседе жүрекпен растау, жүрекпен сену сол нәрсеге. Сол иман деген сол. Енді осы жерде ғалымдарда екі түрлі көзқарас келтіреді. Тілмен айту деген шарт па, шарт емес па, керек па, керек емес па деген нәрсе келтіреді. Осы жерде біздің Әбу Ханифаның бір көзқарасы бойынша, ол тілмен айту деген нәрсе тек қана дүниелік үкімдерді жүргізу үшін ғана керек деген. Ал былай негізі иманның өзіне тілмен айту шарт емес, керек емес. Енді тек қана жүрекпен шынайы сеніп тұрған болса, жүрекпен растап, мойындап тұр бәрін. Аллахтың бар екенін біледі, пайғамбарлық хақ деп біледі, жүрекпен мойындап тұр. Бірақ өмірінде тілмен мүлде айтпаған. Алла бар деп тілмен айтып көрмеген. Сондай адам мұсылман ба, мұсылман емес па деген кезде, Аллахтың құзырында ол адам мұсылман. Тек қана тілмен айту деген нәрсе, Аллаға сенем деп тілмен айту, бұл тек дүниелік үкімдерді жүргізу үшін деген. Яғни ол адам қайтыс болған болса жаназа оқу секілді, немесе ол мұсылман қызды оған үйлендіру секілді, сол нәрсе дүниелік үкімдерді жүргізу үшін ол тілмен айту керек деген. Ал тілмен айтпаса ол адам мүлдем өмірінде тілмен айтқан жоқ. Біз ол мұсылман екенін білмей қаламыз. Сол себепті оған қайтыс болғанда жаназа оқылмай қалады. Мұсылман қызы болған тұрмысқа шықпайды. Қайтыс болған жағдайда мұсылмандардың қабіріне жерленбей қалады. Сол үшін де тілмен айту керек деген. Ал бірақ та сол тілмен айтпай кетіп қалған адамдар, сол егер дүниеде мұсылманды қарым-қатынас жасалмаса да, бірақ ақиретте ол Аллахтың алдында мұсылман болып туыла береді, тіріле береді яғни. Сондықтан да бұл тілмен айту тек дүниелік үкімге ғана қатысы бар дейді. Ал тек егер де бір адам тек қана тілмен айтады, Алла бар деп айтады, бірақ жүрекпен сенбейді. Ол адам біз мұсылман деп айтпаймыз. Жүрекпен сену иманның шарты. Ол жүрекпен сену міндетті болу керек. Енді ва иману ахли самаи вал арди ла язид ва ла янқус. Келесі мәселе айтып жатыр. Енді аспан иелері мен, аспанда тұрған періштелер бар. Сол аспан иелері мен жер иелері, жердегі періште адамдар баршасының иманы. Періштелердің де, аспандағы, жердегі адамдарды, періштелердің баршасының иманы ла язид ва ла янқус. Артпайды, кемімейді. Бір иман болады бәрінде. Көбейіп тұрмайды, азайып тұрмайды. Құран кәрімде бір аяттар бар келген. Иман артады деген мағынада аяттар келеді. Яздаду иманы деп келеді. Осы жерде біздің ғалымдар түсіндірген кезде иман етілетін нәрселер артады деп түсіндіреді. Иманның өзі емес. Бәлкім мысалы алғашқы уақытта да білеміз, Құран аяттар аз болды, көп толық түскен жоқ еді. Мысалы алғашқы намаз парыз болған жоқ, алғашқы кезеңде ораза парыз болған жоқ, ол кейіннен парыз болды. Міне сол нәрсе Құран аяттар түскен сайын, әр аятқа түскен аятқа біз жаңадан иман келтіру керек оғанда. Аят түседі, оған иман келтіреміз. Аят түседі, оған иман келтіреміз. Аят түседі, оған иман келтіреміз. Міне осы тұрғыдан иман артады деп айтты. Біздің ахлу сүнна ғалымдарымыз, матурид ақидасы бойынша. Ал иманның нақ өзі ол жалғыз бар, артпайды, кемейді, бір орнында тұрады. Тек қана ол қуатты болуы мүмкін, әлсіз болуы мүмкін. Бірақ ол көбейіп кетіп, азайып кетпейді. Сол нәрсе. Енді уәл муъминуна, барлық мұсылмандар дейді. Барлық мұсылмандар мустауна фил иман. Иман деген нәрседе барлығы тең болады. Уәт таухид. Таухидта Алла жалғыздау мәселесінде барлығы бірдей болады, тең болады. Біреудің иманы көп, біреудің аз деп айтпаймыз. Барлығы бірдей. Мысалы ретінде біздің иманмен, біздің иманымызбен пайғамбардың иманы, мысалы періштердің, жәбірей періштердің иманы баршасы бірдей. Қай тұрғыдан баршамыз Алланы бір деп мойындаймыз, баршамыз пайғамбар хақ деп мойындаймыз, Алланың сипаттарын бәрін бірдей мойындаймыз. Осы тұрғыдан барлығымыз иманымыз бірдей. Тек қана бізде айырмашылық
мутафалдирун фил амал. Тек қана бізде айырмашылық амалда ғана. Біреу көп амал жасайды, біреу аз амал жасайды. Бірақ баршасының иманы сол бәрінде бір иман. Сол менде бар иман, ол періштеде де бар, тура сол иман. Немесе менде бар иман, сол пайғамбарда сол иман. Барымыз бірдей иман келтіреміз. Тек қана бізде айырмашылық сол амалдарда ғана. Иман түсіндік. Енді уал ислам, мен ислам деген не нәрсе деп айтады. Ислам түсіндіреді. Ислам деген хуат таслим, бойсыну, уал инқият, бұл да бойсыну мағынасында. Аллахтың бұйрықтарына бойсынуды, бұйрықтарын орындауды, қабылдауды ислам деп айтады. Ал иман деген тілмен жүрекпен астау, ал ислам деген Аллахтың бұйрықтарына бойсыну, сол қабыл ету, сол бізде ислам деп айтады. Енді осы тілдік тұрғысынан ислам мен иманның арасында айырмашылық бар. Ислам деген бөлек, тіл мағынасында, морфология жағынан айырмашылық бар. Фарқун байнал иман уал ислам. Иман деген не деген кезде тіл мағынасында бұны не деп түсінеді ғалымдарымыз? Тасдиқ, растау бір нәрсені, сену деген мағынада. Рас жүрекпен сену. Өйткені Құран кәрімде Юсуф сүресінде аят бар. Ва ма анта бимуъминин лана деді. Шын мәнінде сен бізге мұъмин емессің деп айтады. Мұъмин деген біз айтқан нәрсені жүрегімен растанбайсың, сенбейсің бізге де мағынада. Демек, не деген сөз? Иман деген нәрсе ол растау деген мағынада. Ал ислам деген нәрсе Аллахтың бұйрықтарына бойсыну деген мағынаны білдіреді. Міне осы тіл жағынан айырмашылығы бар, ал негізі жалпы сырттай алып қарағанда екеуі бір нәрсе. Екеуі бірінсіз бірі болмайды. Ислам болмаса иман да болмайды, иман болмаса ислам да болмайды. Екеуі бір нәрсе. Және де бұл нәрсе ғалымдар түсінігінде бұл арқа мен іш секілді айтады. Біреудің арқасы бар, іші жоқ деп айта алмайсың. Іші бар, арқасы жоқ деп айта алмайсың. Тура сол секілді біреудің иманы бар, ислам жоқ деп айта алмайсың. Немесе ислам бар, иман жоқ деп айта алмайсың. Біреу кетті ме, екінші міндетті түрде автомат түрде кетіп қалады. Екеуі үнемі бірге жүретін нәрсе. Енді келесі дін деген нәрсе бар. Енді дін дегенімізде исмун вақиун алал иман вал ислам ва шариғат куллиха. Дін деген кезде осы иманды да, исламды да, шариғаттың барлығын қамтыған нәрсеге дін деп айтамыз. Иман кіріп кетеді, ислам да кіріп кетеді, шариғат барлығы кіріп кетеді. Сол нәрсеге біз дін деп айтамыз. Жақсы, жалғастыра қарай. Нарифуллаху тағала хаққа ма'рифатихи. Енді Аллах та бізге қалай міндеттеме жүктеді, қалай таны деп айтып, солай Аллахты солай танимыз. Кама васафаллаху нафсаху фи китабихи би жами сифатихи. Аллах та өзін Құран кітапта қалай сипаттады, хадистерде қалай келді, біз Аллахтан солай танимыз. Аллах та бізге міндеттеп қойды, өзін танытты былай, өзінің сипаттарын айтты, есімдерін айтты. Біз сол арқылы Аллах танимыз, сол деңгейде танимыз. Одан асып кете алмаймыз. Өзі ойдан жаңа бірден шығара алмаймыз. Аллах та бізге қалай міндеттеме жүктеді, сол жүктелген мөлшерінде қадар таклиф айтады. Сол таклифтің мөлшерінде біз Аллахты танимыз. Яғни Аллах та өзін рахымды деп сипаттады, біз рахымды деп білеміз. Өзін қаһарлы деп сипаттады, біз қаһарлы деп білеміз. Одан артық жаңа нәрсе қоспаймыз. Аллахтан танудың екі жолы бар. Біреу есімдерін білу, екінші сипаттарын білу. Сонымен ғана біз Аллахтан танимыз. وَلَيْسَ يَقْدُرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ. Енді жаратылыстардың ешбірі Аллах Тағала лайықты түрінде құлшылық жасай алмайды. Ешбір құрметтей алмайды Аллах Тағаланы. Енді Аллахтан біз білеміз, өте кемел, өте ұлы. Сол Аллахтың ұлықтығына лайықты деңгейде ешкім құлшылық жасай алмайды. Бірақ та біз не? Бірақ та біз яъбуду би амриhi. Алла бізге бұйырды, бұйырғанын жасаймыз. Намаз оқы деді, намаз оқимыз. Бірақ та Аллахқа лайықты деңгейде ешкім намаз оқи алмайды. Аллах лайықты деңгейде ешкім пәктей алмайды. Және біз кейбір ұстаздар айтады, мысалы, біздің тәубелеріміздің өзі тәубеге мұқтаж айтады. Біздің тәубеміздің өзі тәубеге мұқтаж. Бір лайықты деңгейде орындай алмай жатырмыз. Кәмә амара би китаби ва сүннәти расулихи саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах та кітапта, Құран кәрімде және пайғамбарымыз сүннеттерінде, хадистерінде қалай бұйырды, біз сол нәрсені орындаймыз. Соған шамамыз келгенше жасаймыз сол нәрсені. Енді мұсылман келесі мәселе айтады. Мұсылмандар осы тәуекел ету кезінде болсын, Аллахтан жақсы көру, махаббат, разылық, қорқу, үміт ету мәселесінде барлығы бірдей. Барлығы үміт етеді, барлығы қорқады деген. Бірақ та деңгейлері әртүрлі. Біреудің қорқыныш деңгейі азырақ болуы мүмкін, біреудің көбірек болуы мүмкін, біреудің тәуекелі жоғары болуы мүмкін, біреудің тәуекелі әлсіз болуы мүмкін. Бірақ та бізде тек қана бір нәрсе ятафауатуна фима дунал иман. Иманда ғана бағашасы бірдей болады, ал басқа иманнан бөлек бүкіл нәрседе әртүрлі бола береді. Тек қана иман бірдей бәрінде. Жаңа басқа айтып кеткен секілді. Бізде бар иман, періштеде бар. Біз Алланы жалғыз деп білеміз, періштеде Алланы жалғыз деп біледі. Осы тұрғысынан иман бірдей деп айтамыз. Ал басқа мәселелерде, сенім мәселесі болсын, тәуекел ету, үміт ету, жақсы көру дегенде де
бұлар әртүрлі болуы мүмкін деңгейлері. Валлаху тағала мутафалдилун аля ибадихи. Аллах тағала өздерінің құлдарына кеңшілік жасаушы, мейірім төгуші. Және адил, Аллах тағала өте әділ, ешкімге қиянат жасамайды, зұлымдық жасамайды. Қады юати мина сауаби алдуафа ма естаужибул абду тафалдуна минхум. Аллах тағала кей уақытта бір адамға, бір құлдың міндетті болған сауабынан артық қылып беруі мүмкін. Мысалы ретінде біз намаз оқимыз, Аллах та біз намазға негізі 100 сауап берген болуы мүмкін. Бірақ та Аллах та өзінің кеңшілігі болған 1000 сауап жаза салуы мүмкін оған. Аллахтың қалауы бұл кеңшілік Аллах тағаланың. Уақад юақибу аля занби адлан минху. Немесе кей уақытта Аллах тағала сол күнәға сай бір адамды жазалауы мүмкін. Ол Аллахтың жазалауы ол әділдігімен болады. Бұл жерде кеңшілігі рахым айтпаймыз, бұл жерде Аллахтың әділдігімен. Егер біреуді жазалаған болса, Аллахтың әділдігіне сай жазалап жатыр. Ал егер біреуге сауап беріп жатқан болса, бұл әділдігімен емес, бәлки бұл кеңшілігімен беріп жатыр деген сөз. Мен намаз оқыдым, демек мен намазым Аллах тағала міндетті деп айта алмаймыз. Сауап беру міндетті деп айтпаймыз. Яғни сауап бергенде бұл әділдікпен беріп жатыр деп айтпаймыз. Аллахтың сауап беруі ол Аллахтың кеңшілігімен болады. Ал егер де жазалайтын болса, бұл жазасы Аллахтың әділдігімен болады. Немесе Аллах ол адам тіпті кеше салуы мүмкін. Күнәһар адамды мүлдем жазаламастан бірден кеше салуы мүмкін. Бұл да кешіруі де ол әділдігімен емес, бәлки Аллахтың кеңшілігімен болады. Жақсы. Келесі мәселе айтады. Шафаатул анбияи алейхиссалату вассалам хаққун. Енді пайғамбарлардың шафағат етуі бұл ақиқат. Ертең қияметте пайғамбарлар шафағат етеді. Шафаату набийина саллаллаху алейхи вассалам. Ал біздің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам шафағаты лил муъминина ал музнибин. Күнәһар болған мұсылмандарға болады. Күнәһар мұсылмандарға пайғамбардың шафағаты нәсіп болады. Және де уали ахли кабаир минхум. Мұсылмандардың ішіндегі ең үлкен күнә жасағандарға пайғамбардың шафағаты нәсіп болады. Әл-мустаужибина лил-иқаб. Азапқа лайықты болған күнәһар үлкен күнә иелеріне пайғамбарымыздың шафағаттары бар. Бірақ кімге нәсіп болады? Ол Аллаху алам енді. Ертең қияметте белгілі болады нәрсе. Бұл дүниеде біз мойындаймыз, Аллах пайғамбарға шафағат етуге нәсіп болады. Бірақ сол ішіндегі ең күнәһар болған, тозаққа лайықты болған адамдарға Аллах тағала пайғамбарға шафағат етуге мүмкіндік береді. Хаққун сәбит. Бұл нәрсе ақиқат, ол бар бұл нәрсе деп. Осыған біз иман келтіреміз. Және де одан басқа бізде не бар? Басқа да шафағат ететін адамдар бар. Хадисте келтіргендей, мысалы, шахидтерге Аллах тағала мүмкіндік береді, мысалы, ғалымдарға мүмкіндік береді, мысалы, әулиелерге мүмкіндік береді. Немесе кейбір риуаяттарда мысалы, қариларға деп келтіреді, мысалы, қариларда басқа адамдарға, тозақтық болған адамдарға шафағат етуге Аллах тағала мүмкіншілік беріп қояды. Аллах тағала баршамызға осы шафағат етушілердің қатарынан болуды нәсіп етсін баршамызға. Келесі мәселе уазнул аъмали бил мизан яумал қияма хаққун. Енді қиямет күні амалдардың есепке тартылуы, таразының болатында ол да ақиқат. Ол да бұл нәрсе бар. Өйткені Құран кәрімде бірнеше орында осы таразының болатындығын ескерткен. Өте көп орында таразының болатындығын айтады. Және ва хаунун наби саллаллаху алейхи вассалам хаққун. Және пайғамбарымызда хауыздың бар екендігі ақиқат. Жәннатта пайғамбарымызға хауыз берілетіндігі ол да ақиқат. Енді хауызға не деген кезде оған қатысты бірнеше хадистер келген. Бір риуаяттарда екі жағасы алтыннан болады деп келеді. Су ағатын орын арнасы ол жақ тастадан деген секілді. Суы сүттен де аппақ, балдан тәтті деген секілді әртүрлі сипаттармен келген. Кәусар бөлек, бұл хауыз бөлек. Кәусар мен хауыз сипаттарына былай сипаттар бір өте ұқсас келеді. Бірнеше хадистер бар, солай ұқсас келген. Бірақ екеуі екі бөлек нәрсе. Хауыз бөлек, кәусар бөлек. Және де уәл қисасу, және қисас алу, бізде қисас дегенде кек алу былайша айтқан кезде. Фейме байнал хусум, дауласып қалған жағдайларда, дауласу болған кезде Аллах тағала олардың кегін алып береді. Яғни мысалы бұны айтып жатқан нәрсесі, біреу осы дүниеде бір кісінің хақысын жеп қойды, енді ақыретке барғанда Аллах сол кісінің хақысын алып береді, яғни кегін қайтарып береді. Егер де мысалға жақсылықтары бар болса, жақсылықтарын береді. Сауаптарын сол адамға береді. Кімнің ақысын жеді, сол адамның ақысын сауабын береді, ақысы ретінде. Ол дүниеде ақша ештеңе мал мүлік жүрмейді, байлық жүрмейді, тек қана амалдармен ғана есептеседі бәрі. Осыған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис бар, банкротқа ұшыраған адам кім екенін білесіңдер ме деп сұрады. Сонда сахабалар оның мал мүлкі құрып кеткен, әбден минусқа батқан адам деп айтты. Сонда нағыз банкротқа ұшыраған адам ол ертең қияметте келеді деді, тау сауаптармен келеді деді. Бірақ ол біреуді балағаттаған, біреуді ғайбаттаған, біреуді жамандаған. Сөйтіп Аллах та олардың әрбір адамның ақысын жеген үшін сауаптан алып береді.
сонда сауап қалмаған кезде күнәсін, біреудің күнәсін арқалайды деді сол. Міне осы нәрсе болды болатындығы ақиқат деп айтты нәрсе. Жақсылықтармен беріп есептесіп кек алады, немесе басқа біреудің күнәсін арқалайды. Бұл да ақиқат бұл нәрсе. Уәл-жәннәту уән-нару махлуқатани әл-яума. Жәннат пен тозақ бүгінгі күні жаратылып қойған, дайын тұр олар уже. Ла тафнаяни әбәдан. Олай ешқашан жоқ болмайды ол екеуі. Жәннат тозақта қазір бар. Бұл не үшін айтып жатыр? Өйткені осыған қатысты бір кезінде жат ағымдар шыққан, жәннат пен тозақ әлі жаратылған жоқ деп айтқан. Егер қиямет басталады, сол кезде ғана пайда болады деп айтқан. Бірақ біздің оған дәлеліміз Құран кәрімде аят бар. Уайдат лил кафирин, уайдат лил муттақин аят бар. Тозаққа айтқан кезде ол уайдат деп айтады, өткен шақта айтады. Дайындалды деп айтады. Кафирлерге дайындалды. Демек, дайындалып қойған уже өткен шақта айтып жатыр. Немесе уайдат лил муттақин, жәннат айтады. Жәннат ол муттақин, тақуа адамдарға дайындалып қойған деп айтады. Өткен шақта айтады Аллах Тағала. Демек, ол қазір уақытта дайын тұр уже. Дайындалып, жасалып, жаратылып дайын тұр. Және бұл ешқашан жоқ болмайды. Енді осыған қатысты мынандай бір мәселе бар. Құран кәрімде аят бар, Күллу шайын халикун илля вәжіха. Бүкіл нәрсе жоқ болып кетеді, бірақ тек қана Аллахтың өзі ғана қалады. Алла ғана қалатын аят бар. Енді мына жерде айтып жатырмыз, жәннаттар жоқ болмайды деп жатыр. Жәннат, тозақ қалады деп жатырмыз. Сонда бұл қалай түсінеміз дегенде мынандай нәрсе бар. Құран кәрімде, жалпы араб тілінде күллу деген сөз бар, қазақша күллі, барлық деген мағына білдіреді. Және де жәмиғ деген сөз бар. Бұл да барлық деген мағына білдіреді. Сонда қарасақ, егер де жәмиғ деп айтатын болса, мысалы ретінде айтамын, барлық жамағат келді деп айтамын мен. Сөйде барлық деп айтқан жәмиғ сөзді қолданып айтсам, онда ешкім қалмай келді деген мағына білдіреді. Мысалы шәкірттердің бәрі келді деп айтамын. Сөйде жәмиғ сөзді қолданып айтсам араб тілінде, онда ешкім қалмай, біреу қалмай, толығымен келді деген мағына білдіреді. Ал күллу деген сөзді қолданып айтатын болса, онда арасында бір-екеу қалып кеткен болуы мүмкін, толық қамтылмай қалады. Бірақ барлығы деп айтыла береді, бірақ арасында бір-екеу қалып кеткен болуы мүмкін. Міне соған қатысты осы жерде қандай аятта күллу шайын деп келеді, барлық нәрсе жоқ болып кетеді деп айтады. Демек арасында бір-екі нәрсе бәрібір қалып кетуі мүмкін деген мағына білдіреді. Күллу деп айтқан себепті. Оған қатысты ақида кітаптарына келтіреді, не нәрсе қалып кетеді дегенде, осы жәннат пен тозақ қалады деп айтады. Және де адамның құйымшағы, білеміз бе? Ертең қияметте барғанда адам сол құйымшақтан қайтадан жаратылады. Сол құйымшақ қалып кетеді мысалы. Сол секілді 8 түрлі нәрсе кітаптарда атап өтеді. 8 түрлі нәрсе ол қалады. Адам рухы қалады деп айтады мысалы, сол секілді нәрсе. Сол бірі осы жәннат пен тозақта ол мәңгіге қалады. Ол жаратылған, бастауы бар, бірақ мәңгілік. Құран кәрімде бірнеше аяттар бар, халидина фиха, олар онда мәңгі қалады деп айтады. Мәңгілік деген шегі жоқ деген сөз, кете береді деген сөз. Бұл Құран кәрімнің Аллахтан бізге берген сол аяттары. Вала тамутул хуру ал-айн абадан. Және сол жәннаттағы хурул айн, хор қыздары да ешқашан өлмейді. Олар да мәңгі тірі сол жерде қалады. Сол жәннатқа келген адамдардың қасында қызметінде мәңгілік болады, қызмет жасайды. Өткенде бір кісілер айтып жатыр, бір сабақ дәріс өткен кезде, осы хор қыздардың құқықтары жоқ па дейді олар. Неге қызмет ету керек олар? Не үшін өз еркімен өмір сүрмейді деп олар сұрақ қойып жатыр. Негізі айтады, бұл негізі сол хор қыздарының сол жәннаттық адамдар қызмет етуі олар үшін бір үлкен бір мәртебе оларға. Мысал ретінде бұл дүниеде алып қарасақ, сахабалар пайғамбар үшін саллаллаху алейхи ва саллям жан беруге дайын болды. Сол үшін өліп кетуге дайын тұрды. Олар пайғамбар қасында қызмет етуді өзіне мәртебе санады. Сол секілді жәннаттағы хор қыздарда жәннаттық адамдарға, ер кісілерге қызмет ету олар үшін мәртебе, үлкен дәреже. Олар үшін бір қорлық емес оларға, жаңағы құқықтар жоқ деп айта алмайды олар. Алла Тағала сол үшін жаратты, қызмет етсін. Және сол қызмет етуді олар мәртебе санайды. Вала яфна иқабуллахи тағала ва савабуху сармадан. Және Аллах Тағаланың азабы да, сауабы да ол да мәңгілік болады. Ол ешқашан жоқ болып кетпейді ол нәрсе. Жәннатқа кірген адамдарға сауап үнемі болып тұра береді, жақсылықтар бола береді. Тозаққа кірген адамдардың азаптары да үнемі болып тұра береді. Аллах Тағала баршамызды бұл азаптан сақтасын, Аллах баршамызды жәннаттық құлдарының қатарына етсін. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar.